Сәлем достар, әр адам өмірінде бір рет болсын көгеріп кеткен тағамға тап болған шығар. Ал сол көгерген тағамды байқамай жеп қойса не болады? Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін сондай бұзылған тағам ағзаға түссе не болатыны жайында айтамыз. Ең алдымен бұзылған тағамның бетіндегі зең жайлы айтып кетейік. Зең саңырауқұлақтардың қатарына жататын жер шарындағы ең ежелгі тіршілік көздерінің бірі болып саналады. Оны даладан бастап үйдегі қабырғалар мен бұзылып бара жатқан тағам беттерінде байқаса болады. Қысқасын айтатын болсақ, ол кез келген жерде кездеседі. Жағымсыз иісті көк, қара, ақ түстерімен ерекшеленетін зең өте өміршең болып келеді. Ал енді сол саңырауқұлақтың түрлерімен уланған, яғни көгерген тағамды жесе болады ма? Әрине болмайды. Ондай тағам ағзаға түссе, адам улануы әбден мүмкін. Зең түскен жерді кесіп тастап, қалған жей беруге де болмайды. Себебі саңырауқұлақтың споралары бүкіл тағамға тарап үлгерді. Көбінесе денсаулыққа зең емес, оның құрамындағы зиян токсиндер жаман әсерін береді. Енді сіз көгеріп кеткен тағамды байқамай жеп қойдыңыз деп ойлайық. Егер көгергені өте аз болса, ол асқазанда қорытылып кетеді. Ал өте қатты бұзылған тамақты жеп қойсаңыз, аз дегенде уланудан бастап іш өту, аллергия, бауыр аурулары мен онкологиялық ауруларға дейін жетуі мүмкін. Ал саңырауқұлақтың споралары өкпеге түссе, улану жеңіл ауру болып көрінер еді. Себебі оттегі мен ылғалды жақсы көретін зең астма мен ісік ауруларды тудыруы мүмкін. Ағза зеңмен уланғанның белгілері: теріде бөртпелердің пайда болуы, мұрынның бітелуі, жүрек айну, бас ауру және іштің өтуі. Көгерген тағаммен уланғанда не істеу керек? Ең алдымен желенген тағамды барынша құсып шығарып тастау керек. Одан кейін белсендірілген көмірді ішіп, бүйрек пен бауырға көмек көрсетіп, суды жиі ішіп отыру керек. Ол ағзадағы токсиндердің тез кетуіне әсерін тигізеді. Егер бұл көмектеспесе, дәрігерге көріну жөн болады. Тағамда көгерген пайда болса не істеу керек? Егер ет өнімдерінде бұзылуды байқасаңыз, онда оны лақтыруға тура келеді. Сүт, нан өнімдерінде де тура солай. Аяп қалмаңыз, бірден лақтырып жіберіңіз. Себебі денсаулық маңыздырақ. Жеміс және көкөніс бетінде сәл көгерген пайда болса, оны кесіп дұрыстап жуып жесе болады. Интернетте солай жазылғанымен, менің өзім ойымша оны да лақтырып жіберу керек. Ал қысқа әзірленген тәтті дәмді банкалардың және дайындалған тағамдардың беттерінде пайда болса, онда олармен қоштасыңыз. Өйткені ондай жерлерде саңырауқұлақтың споралары өте тез тарайды. Тағамдар көгеріп кетпес үшін не істеу керек? Біріншіден, тоңазытқышқа салынатын тағамдарды орын-орнына салыңыз, ал басқаларын ауа өтпейтін целлофан пакеттердің ішіне салу керек. Зең ылғал жерді өте жақсы көреді. Сондықтан тағамдарды ылғал жерде емес, жуып тазалап алдында айтылған тоңазытқыш пен пакеттердің іштерінде сақтаңыз. Ас бөлмеңізді әрдайым таза ұстаңыз. Сонда бүгінгі видеодағы айтылған заттар сізде ешқашан болмайды. Видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, Пазл каналына жазылып, өз достарын шақыруға ұмытпаңыз. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Әлеуметтік желілердегі сілтемелеріміз сипаттамада және бірінші комментарийде. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.